Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге екі сайт айтатын боламын. Ол екі сайттан сіздер ешқандай ақша салмай, ақша таба аласыздар, 100% ақша таба аласыздар, бірақ көп емес, екі сайтта 100% төлеп тұр. Сол себепті де видеоны міндетті түрде басынан соңына дейін көріңіздер, сол кезде барлығын түсінесіздер. Ал енді қараңыздар, бүгін розыгрыш болады. Жауабы Telegram каналға шығады. Қандай розыгрыш еді десеңіздер, әр сенбі сайын бізде розыгрыш болады. Әр сенбі сайын розыгрыш болады. Яғни сол аптада түсірілген 3 видеоға, мысалы, соңғы 3 видеоны мен көремін. И комменттарын қараймыз, сол әр видеодан бір адам таңдап аламыз, яғни 3 видеодан әр адам 1000 теңгеден 3000 теңге ұтатын болады. Бір адам екі рет қайталанбайды. Сол себепті де барлық видеоларға коммент жазып, лайк басып, соңына дейін көріп жүре берсеңіздер болады. Мүмкін сіздер 1000 теңге ұтып қаласыздар. Әрине мен Telegram каналыма да тіркеліп қойыңыздар. Сол жерде розыгрыштардың жауаптары шығып отыратын болады. Әр сенбі сайын жаңа жылға дейін розыгрыш болады. Ал енді қараңыздар, біріншісі ол Кабура деп аталады. Бұл казино. Бізге бұл жерге бірінші тіркелгеніміз үшін бонус береді. ВКонтакте арқылы тіркеле аласыздар, немесе Telegram арқылы, дәл қазір менің есімде жоқ. Сол тіркелген кездеріңізде бонус береді. Одан кейін әр күн сайын, если балансыңыз 0 болатын болса, 10 рубльға дейін бонус береді. 5 рубль түсу мүмкін, 6 рубль түсу мүмкін. Маған 10 рубль түсті. Бұл жерде мен ақша шығарып көргенмін. Ешқандай ақша салмай бұл жерден ақша шығаруға болады. Мысалы, қазір мен вывод басатын болсақ, мен қателеспесем шығарып көрген бұл жерден. Міне көргендеріңіздей 100 рубль шығарған екенмін. Бірақ ол баяғыда біраз уақыт өтіп кеткен. Пополнение басатын болсақ, бұл жерден кивиға ақша шығады, одан кейін кез келген кошелекқа ақша шығады. Пополнение бассақ, көргендеріңіздей мен ешқандай ақша салмаған бұл жерге. Тек қана ақша шығарғам, одан кейін ақша кивиға, адвекешке, юманиға. Ал номерлер ол орыстардың Россияның номерлеріне шығады. В основном бізге керек кивиға шығады. Тексеріп көргем, ақша шығарып көргем. Одан кейін бұл жерде тағы да бонус алуға болады, бірақ бонус алу үшін бұл жерде ақша салу керек. Яғни күн сайын 100 рубльға дейін бонус алуға болады, бірақ ақша салу керек. Ол үшін, мысалы, мен қазір басып алатын болсам, мен ала алмаймын. Получить басамыз. Көргендеріңізде недостаточно пополнение деп тұр. Ол үшін, мысалы, 100 рубль болсын, 150 рубль болсын салу керек. Сол кезде сіз күніне 100 рубльға дейін бонус аласыздар. Бірақ салудың қажеті жоқ. Бұл казино болған себепті де ақшаларыңызды ұтылып қалуларыңыз мүмкін. Одан кейін рефералы, яғни достарыңызды шақырсаңыздар да болады. Бұл жерге достарыңыз шақырған үшін сіздерге басында ешқандай бонус бермейді екен, бірақ достарыңыз ақша салса 10% бонус береді екен. Яғни досыңыз 100 рубль осы казиноға ақшасын салатын болса, 10 рубль сізге береді. Бұлар әрине қысып болатын болса деп айтып жатырмын. Одан кейін как играть. Бұл жерде қалай ойнайтында жазылған, қиын емес. Қазір мен өзім көрсететін боламын. Главныйға кіреміз. Менде дәл қазір баланста 10 рубль бар. Мен, короче, былай ойнаймын. Просто играть деген басам. И 10 рубльдің бәрін қоя салам. Максимум деп. Шықса шықты, шықпаса ертесіне тағы кіріп, тағы да қарап көрем. Начать деген басамыз. Қазір бұл жерде біз қараңыздар, миналарға түсіп қалмауымыз керек. Басасыздар. Жасыл басас. Жасыл басас. Жасыл басас. Жасыл басас. Жасыл. Көргендеріңіздей мен қазір 2 коэффициент болды, 20 рубль ала алам. Басам, мина түсті. Көргендеріңіздей мен алмай, ары қарай ойнағанмен 0 болып қалды. 20 рубльді алып, одан кейін сәл күтіп тағы да 10 рубльдан дәл солай көтеріп алсаңыздар болады. Негізі қиын емес, көтеру болады. 100 рубль шығарып алуға. Вывод минимальный сумма дәл қазір қанша еді? Есімде жоқ, қателеспесем 100 рубль болу керек вывод. Енді екінші приложение қараңыздар, бұл DigiWarts деп аталады. Play Marketке DigiWarts деп жазып тартып аласыздар. Өздеріңіз көргендей 1 миллион скачивание болған. Открыть деген басамыз, мен тартып қойдым. Одан кейін сіздер Gmail почталарыңыз арқылы тіркелесіздер. Одан кейін менің промокодын жазсаңыздар, қателеспесем сіздерге 250 points береді. Просто мен промокодын Telegram каналымда тұрады, сол жерден жазсаңыздар болады. Промокод өзі сұрайды, жазасыз ба деп, міне тұр. 1000 pointsқа дейін аласыз деп тұр. Go деген басасыз, и менің промокодын жазып проект басасыз. Ешқандай қиындығы жоқ, сіз содан кейін points ала аласыз. Одан кейін қараңыздар, бұл жерде бізге күніне 20 тикет береді. Тикет деген осы. Бұл тикетті реклама көріп көбейте аламыз. Енді көргендеріңізді реклама көретін болсақ, тикет көбейеді. Одан кейін Dogecoin. Dogecoin деп тұр, бірақ бұл осы ойынның монетасы. Бұл ойынның монетасын біз капчамен ойын ойнап жинаймыз қазір. Осы ойындар бар. Ойыннан бөлек бұл жерде опростар бар. Опростар үшін сәл көбірек төлейді, бірақ опростар қиындау. Опростар орыс тілінде, ағылшын тілінде өзіңіз қалаған тіліңізде шығады. Ал енді қараңыздар, басасыздар мысалы. Басамыз. Міне. Мен жаңа бір ойын ойнағам, 5 осындай монета алыппын тағы да. Read M деген басамыз, ақша шығару дегенді. Міне көргендеріңіздей 20 000 монета жинасақ, ол $2 екен. 20 000 монетаны ойын ойнап қиындау болуы мүмкін, бірақ опростар басқа да нәрселер істеп табуларыңызға болады. Мысалы 200 ойын бар екен мына жерде. Әртүрлі ойын ойнайсыздар, и сіздерге ұтсаңыздар көбіректен
осындай монета береді, ал ұтылсаңыздар азырақ монета береді. Қазір мен ойнап көрейін. Міне менде капча солвинг деген ойынды ойнаймын. Осыны ғана түсіндім өзім. Міне көргендеріңіздей бір тикет сіздерден алынады. Жаңа мен тикет көрсеттім. 60 секунд бойы біз капча табуымыз керек. Яғни бір адаммен жарысамыз екенбіз. Кім тез орындайды, сол ұтады. 60 секунд ішінде кім көп капча орындайды, сол ұтады. Қазір адам іздеп жатыр маған. Міне тапты. Суреті бар екен даже. Міне басталды. Қазір тез жазуға тырысам. Уақыт бітті. Мен 25 капчаны жаздым. Ол адам қазір қанша капча, 20 капча жазды. Мен ұттым, өздеріңіз көргендей. Маған 20 осындай поинтс берді. 20 поинтс көргендеріңізде ойнап капчаны орындап қиын табу. Бірақ басқа да жолдармен табуға болады деп ойлаймын. Қазір хом деген бассақ бізге реклама шығады. Рекламаны көріп болғаннан кейін қазір ары қарай жалғастырамыз. Міне мен көргендеріңіздей келдім. Менде 18 тикет қалды и 25 осындай монета болды. $2 жинау үшін бізге 20 мың керек. Примерно тек капча орында бұл бір күн, бір жарым күнге дейін кетіп қалуы мүмкін. Сол себепті де басқа да жолдармен қарастырып көрсеңіздер болады. Жалпы бүгінге осы. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.